Баяғыда бір жігіттің жалғыз інісі болады, өзінің бала шағасы болады. Күндерден бір күні інісі ойланып тұрып, неге мен ағамы жағаласа берем, ағамның әйелі болса, ағамның бала шағасы болса, қой мен өз күнімді өзім көрейін деп, екеуінің екі ысқылаты болады. Шетелде ағама мен жәрдем берейін деп, өзінің ысқылатынан бір қап бидайды әкеп, ағасының ысқылатына әкеп тастайды. Ағасы ойланып отырады да, ей дейді, әке шешем өліп кетті, мына інімді маған жалғыз аманатқа тастап кетті, енді бұндай ініні маған туып беретін ата-ана қайда? Осыған ешбір жәрдем бермедім да мен, осыған жәрдем берейін деп тұрып, өзінің ысқылатынан бір қап бидайдан алады, інісінің ысқылатына апарып тастайды. Рамазан айында осыны болады да, ең ақырында екеуді қараса, өздерінің ысқылатында бидай азаймаған ғой. Содан бұл қалай болды, бұл Құдай бір береке беріп отыр ма екен деп, екеуі түнде кетіп барады, жолығып қалады. Ей, не кетіп жатсың? Сіз не қылып жүрсіз? Ағажан деді, сіздің бала шағаңыз көп қой. Сізге асылып алғаным маған дұрыс емес қой. Сізге мен өзімнің бір қоймамнан бір жәрдем берейін деп бір қап бидай алып барып тастап едім сізге дегенде, ағасы күліп тұрып, әке шешемнен қалатын ұрпақ жоқ қой, осы ініме неге мен жәрдем бермейін деп, сенің ысқылатыңа мен бір қап бидай әкеп тастап едім деп, екеуі бір-бірін құшақтап жылаған екен. Рамазан айы, мейірбаншылық айы. Ағаңызды үйіңізге шақырдыңыз ба? Ініңізді үйіңізге шақырдыңыз ба? Әпке қарындасыңызды үйге шақырдыңыз ба? Көшеде бір жалаң аяқ әшейін бір авторитет келетін болса, ойбай мал сой, қой сой, ит сой деп тұрып, неше дастархандарды жасайсың. Бірақ ағаңды бір рет дастархан жасап шақырдың ба? Сен үшін сенің ағаңнан қадірлі ешкім жоқ. Сен үшін сенің әпкеңнен қадірлі ешкім жоқ. Сен үшін сенің ініңнен артық ешкім жоқ. Себебі адам өлсе, аға өлсе іні кіреді. Іні өлсе аға жуады. Аға өлсе іні табытты көтереді. Іні өлсе аға көтереді. Қабірге лақаттың ішіне кірген уақытында кім қояды деген уақытында аға өлсе іні қояды. Ана көшедегі жалаң аяқ сені қоймайды. Оның авторитеті ақшама, атағыма, мансабыма, жоқ мойнындағы галстугыма. Жоқ, бізде иман бар ағайын.